Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 26 сәуір 2026 жыл мына жерде Алматының қақ ортасында біз 28 Панфилов дейтін жағы паркінде тұрмыз. Панфиловтың атына қойған бұл паркта нағыз жағы мынау Алматының қақ ортасы деуге болады, ордасы деуге болады. Енді мынау Панфилов дейтін Иван дейтін кім ол? Қазақ еліне, қазақ жағы Қазақстанға қандай жақсылық жасады, мүмкін жаманшылық жасаған шығар. Соны не қылайық керек дейді. Мысалы Панфилов дейтін Иван ол Қазақстанда туылған да жоқ. Ол жағы Ресейде туылған, Ресейдің Петропавлында 1920 жылы жағы анау Буденныймен бірге жағы басмашылармен күрескен, басмашылар қырған. Басмашылар кім? Олар қазақтар. Буденный келеді бас кеседі деген ол бекер айтылған жоқ. Басмашылар кім? Ол қарапайым қазақтар, малдарымызды бермейміз, аштан өлмейміз деп шыққандардың бәрін қырған адам. Менің пікірім, күмәнім бойынша Панфилов дейді. Бұқарский ар жағындағы немене алған. Соны енді Ұлы Отан соғысының батыры. Не үшін ол Ұлы Отан соғысының батыры алған? Анау жағы не дейді? Волоколамский шосседе жағы немістің жамына Москваға жібермей оған дейді. Бір разъездің аты жағы есінен шығып кетті, сөйді не қыл. Бірақ оның барлығы өтірік болып шықты. Ол ондай не алған жоқ, ол Путин өзі айтқан. Ол шықандай 28 Панфилов жіберді, шықандай надуманный военный корреспонденттер. Самое интересное, что опровергать героическую историю начали еще в советские времена, сразу после войны. И занимались этим не враги режима, а следователи Главной военной прокуратуры СССР. В 1948 году следователи публикуют справку-доклад, в которой доказывается, что подробности сражения у разъезда Дубосекова были придуманы. В ней были приведены показания бывшего командира 1075-го стрелкового полка Капрова. Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года не было. Это сплошной вымысел. Ұлы Отан соғысын батырын бүйтіп қарасаң өтірік алған делден сияқты. Матросов сияқты, ол да өтірік, надуманный және военный корреспонденттер. Тағы мынау Рейхстагта жағы мынау грузиндер елді жағы туылды. Ол сондай Зоя Космодемьянская сияқты сондайлардан немене жасаған, соған қарағанда енді бұл өзі менің пікірім күмән бойынша оны жағы батырлыққа жарамайды. Ана бұл ортасына, қақ ортасына Қазақстанда туылмаса, қазақ халқына жаман жақсылық істемесе, бір немене жағы одан беспетер қазақтарды басмашылар тұрып, мен оқыған бойынша ауылдар бүйтіп қоршап алып, жағы ататын түгін қалдырмай Афганистанды сияқты. Осындай адамның атынан жағы осы саябақ Алматы қақ ортасында ең элита деуге болады, соның жерінің атынан көп қойған. Нақ Талғат Бигелдиновтың атынан қоймады. Нағыз екі жүзді батыр Талғат Бигелдинов. Ол қазақ болмағанда 3 батыр беретін болады. Ал бір батырдың өзі ол жағы подчинение болып тұр орысша. Соған қарағанда енді мынау бұл парктың атын өзгерту керек. Талғат Бигелдинов. Нақ бұның атын немене деп қоймайды, Бауыржан Момышұлы қоймайды, Талғат Бигелдинов деп қоймайды. Ондай өте көп. Қазақ халқына нашар екен. Басмашылар деген ол біздің қарапайым халықтар, қарапайым малымызды бермейміз, не алмаймыз деп қарсы шыққандар атқан еді. Енді мына жерде қазір тағы да мынау марқұм болған біздің ақын Мұхтар Шахановтың жағы мынау немен көшесінің атын береміз дейді. Роза Бакиева. Мен басқа көше қойып қалдым, мен енді Мұхтар Шахановтың қазақ поэзиясына, қазақ тілге көп неме жасады, енді пенде ғой. Қанша дегенмен билік оны құсады, бүйтіп жан жақты Назарбаев қысып, енді бұлар Шахан Мұртазаға бермей бір көшені.
Мұхтар жағы немеге береміз деп жатыр. Оны басқа көшелер көп қой береді мысалы. Мына Шемиязов дейтін кім ол? Шемиязовтың яғы бермейді атын. Қазақтың батырлары. Мына жерге мысалы жағы орнына жағы Абылайхан мүйісін ақ қоймайды. Вокзалдағы қойып қойған, ол вокзалдағы неме емес па? Абылайхан ғой біздің қорғап елған ата бабалар Чингизи. Нақ Кенесары атын қоймайды. Нақ Талғат Бигелдинов қоймайды. Мына жақта жағы Гоголь дейтін көше бар. Ол әшейін жағы бір алкаш немелерді арақ тойы болады да жағы белый горячка болып, жағы 15 шайтан сондай туралы оқиғалар жазатын. Онда көп қой, артиллерийский көше дейді. Мына жақта басқа көшелердің барлығы, соның барлығы орысша қойған, сол жабысқан Роза Бакиева дейді. Ол кісі Роза Бакиев енді менің пікірім күмәнім бойынша, кеше менің пікірім бойынша ол ұйғыр азаматы болған, оған нақ не бар. Тимирязева берсін. Көп қой көшелер. Мен жағы сыйлаған, өте қатты сыйлаған жағы Мұхтар Шахановты мен Алматыға жерлемеңдер, жағы отырар жеріне, мен туған жеріме жерлеткен, одан бес бітер сыйладым ол кісі, нақ десем жағы біздің бәріміз Алла тағала жаратқан, Алла тағала барамыз, туған жеріне, ауылына бар жерлеген, міне жерде. Шерхан Мұртаза ағамыз болғанда, оған артына бермейіп жетін ақ десем, ол шындықты айтты. Назарбаевқа қарсы айтты. Талғат Бигелдиновты да Назарбаевтың жек көретін жері ол шындықты айтады. Назарбаев Талғат Бигелдиновтың атында қасында әшейін ничтожество деуге болады. Сол үшін жек көрген. Мынақты аэропорт, басқа жерлерді немелерді қойған, ол барлығы бір қайдағы бір орыс азаматын қойған, Талғат Бигелдинов қойды. Бұл жерде ұлтқа бөліп жатқан жоқ. Мынаған әшейін не болыпты ғой. Мынау енді қазір әкім сатып алды дейді. Шымкент оңтүстік ең Абай базар. Қазақи аудан жақтан келген. Келді жағы Пушкин мүйісіне бар, тағы бір мүйісінде әкелді. Қоймақты. Бұл не керек бар бізге Пушкин? Біреусі бар ғой ол. Соның бәріне Тоқаев бұйрық берген болу керек. Сендер әкім болсаңдар, жағы бір орыстың мүйісін қойыңдар деп, сонда жағы Кремльде бұйрық берген болу керек. Нақсы бір Пушкин бар, тағы екінші не керек бар? Баяғыда Досаев білесіздер жағы орыстың Александр Македонскийдің жағы орыстың шіркеуіне әкеп қойған. Александр Невскийдің немнесі әкеп қойған. Жағы орыстың қолын тұрмақ басқа жерін жалайын депті. Атсөйетін адамдар, әкематын адамдар жазып атқандар енді үстіне бұйрық берді. Енді бұйрық берсе, анаңды зорлайдыса зорлап жүре ме? Намыс болу керек қой. Сөйтіп Пушкинді неғып осындай оңкей неғылатын орнына жағы сатып ал дейтін әкім Алматының қаласы Қазақидің Пушкинді әкеп отырып, енді өзі жағы русификация жасап жатыр. Ол бөлек постайды, нағыз десе. Қазақи болып жүріп, қазақтарды қазақша сөйлейм деген сындырып, сөйтіп русификация жасап жатыр. Нақ десеңіз, енді мына қазақтар өкпелейді, өздерін нақ сендер, өздерін қазақша сөйлейміз, әрине осындай давление болып жатса, сөйтіне болады. Ол бөлек постайдан. Бірақ енді мына жерде менің ойым бойынша бұл енді Абылайханның бүйісін қою керек жағы, вокзалда тұрған Өсеха. Ойха Бөгенбай батыр, Қабанбай батырлар бар, соларды қойсын. Болмаса екі жағы батыр болған, орысша айтқанда дважды герой Советского Союза, Талғат Бигелдинов немнесін қойсын. Бұл Кенесары хан Оспан батырдың атын қойсын, қазақтар қанша қорғаған. Жағы немнеде, анау. Көше көп қой, онда қайдағы Тимирязев дейді, Гоголь дейді. Он бізге, қазақ халқына бізге де ешқандай немнесі жоқ. Зиян болмаса, ешқандай земля әкелген жоқ. Бұл да Буденов сияқты баяғыда Буденов келеді бас кесет деп еді, бұл да қазақтармен соғысып, қазақтарды қырып жаңағында. Деп, басмачтармен күрескен ғой, басмачпен қазақтар Бұхарада, мына орталық Азияда. Сол үшін жағымына сатып алдығы айтатын, сен есің бары болғанда немнен тауып, жаңағы Пушкин мүйісін алып таста, ол керек емес бізге. Не жерге әрекет жаса, Абылайхан мүйісін әкелсін. Абылайхан. Жоқ, Талғат Бигелдиновты. Бұл не істеді? Қазақтарды қырғаннан басқа түстеген жоқ. Басмачтармен күрессе, басмачтар кім ол? Қазақтар. Не үшін? Қазақ жерінде туылмаса да. Тағы мынау қосып айтайын деген мынау сатып алдыға. Әкім Алматыға. Мынау бас қатырып атсыңдар жағы Мұхтар Шахановтың көшесін, Мұхтар Шаханов атынан жағы қай көшенің атынан береміз деп. Мынау Ким дейтін көше бар екен, Юрий Ким. О, кім ол?
кийим деген жаңағы абден сұрақ қойғанда шестеркасы болып кеткенсіңдер ме? Аны предприниматель кийимнен. Ол бір Юрий Ким деген жаңағы юстицияның жаңағы министерствоның орынбасары болды. Кейін 95 жылы, 1995 жылы избирком жаңағы председателі болды. Сол Назарбаевты жаңағы фальсификация қылды. Нағыз фальсификация. 95 жыл. Масқара фальсификация жасады. Сол үшін жаңағы беріп жатсыңдар ма сол көшесін? Бір чиновникке беріңдер Шахановтың атынан. Сол көшені. Басын егіп жатсаңдар. Тағы айтайын деп, мына Мұхтар Шахановқа кейбіреулер жағы өкпелейді, бүйтеді, сөйтеді деп. Енді қанша деген пенде ғой, сынады. Бәрі железобетонный қойды, бәрін рисковать етіп, конға қойып, неғыламайды ғой. Мысалы, о кісін жан-жақты қысып, и кнутом, и пряником, где-то бір нәрсені айтты, где-то бір нәрсені помнуждать етті. Сол үшін жағы, о кісі жағы мынандай сынған екен, жағы осындай көшенің атын берейін деп жатыр ол, түсіндіңіз ба? Айтса, жаңағы Шерхан Мұртазаның да атының көшесін ақ келмейді. Жаңағы Талғат Бигелдиевтің жағы баяғыда мынау немнесін беріп жүрді. Мына аэропорт па, міне жақта біреу немнесі бір орыстың атынан Талғат Бигелдиев екі жағы батыр болған отан ұлы соғысын. Соны ақ бермейді. Сол үшін жағы сатып алды әкім. Жаңағы Юрий Кимнің немнесін жойып жерді, қайдағы бір чиновник, фальсификатордың аттарын қойып атсыңдар. Сөйтіп Мұхтар Шахановтың марқұм ағамыздың артына қойып қой. Соның көшесі. 28 Панфиловты жағы паркінің атын жағы Абылай хан. Жоқ, анау Талғат Бигелдиевтің атын қою керек па? И мынау жағы Юрий Кимнің атын бізге керек де емес. Мынау немнеде керек емес. Кім еді анау? Тимирязева керек емес. Гоголя керек емес. О кімдер өзі? Қазақстанда ешқашан болмаған. Сендер ашын өздеріңіз қу бастарың, должностьтарыңды үшін Қазақстанның жағы қалталарын толтыру үшін осындай жағдайға барып жатсыңдар деп ойлаймын. Жағы Путинге жағайын деп, жағы мына жақтан Трамп бар, мына жақтан Нетаньяхуны шақырып жатыр уже. Адам екінші педофилдердің жағы немнелерін, төрағаларын. Тағы айтам, осы жерде айтылған көзқарасыма, пікіріме, күмәніме, болжамы өздерінің көзқарастарын қалдырсаңыз болады. Рахмет.